сол мен балалы болмай негізінде 10 жыл жүрдім. Сол 10 жылдың ішінде маған көмектескен жаңағы врачым бар. Ол маған айтқан: Ләззат, саған тек қана мен адамгершілік ретінде көмектесейінші. Осынша қиыншылық көрдің, мен саған только адамгершілік ретінде көмектесейін, маған бір тиының керек емес деп, бүкіл жақсы клиникаларға жіберді, жақсы врачтарға мені жіберіп, өзі басында қасында болып, осы қызымның 10 жылда осы қызымды 7 айға дейін жеткізіп, қолыма ұстатқан осы Елена Николаевна деген врач. Өмірімдегі ең мағынасы мәні бар сол кісі менің өмірімдегі. Сол кісінің көмегі көп дейді маған. Оны қашан да болса да айтып отырам. Мысалы, менің мақсаттарым осы білімді көп мықты кәсіпкер, эксперттер үйренсе екен. Менің подписчигім миллионға жетсе екен. Мысалы, мақсаттарым да точка А. Өзім шетелден барып тағы да дамыту. Өзім осы арқылы ақша табу, табыс табу, масштабқа шығу. Енді бұның барлығы орындалатын нәрсе. Мен өзіме ниетті қалай қоям. Бұл сізде солай болу керек деген сөз емес. Мен өзімдікімен бөлісіп жатырмын да, көмек дегеннен кейін. Менің ниетім Алла разылығы үшін пайдалы болу да. Мен білмеймін, Алла менен разы бола ма, болмай ма. Мүмкін бұның бәрі бос шығар. Бос дүние шығар. Мүмкін мен жасап жатқаным қате шығар. Мүмкін. Бірақ мүмкін сіздің бір дұғаңызбен мен жәннатқа кіріп кетемін. Ол да бар, Қаншама миллион адамды оқытсам да, бірақ сіздің дұғаңызбен кіріп кете аламын да. Сіздің маған разы болғаныңызбен. Ризашылығы десеңізші. Жаңағы Екатерина апайымыз, Құдай қаласа, мүмкін ол да жәннатқа шығар. Мүмкін да ол сізге шын ниетпен жасады ғой. Сізден ақша сұраған жоқ. Өйткені ниетте ақша жоқ та. Ниетте выгода жоқ. Ол өзінің выгодасын так. Қазір Ләззатқа көмектесейін, сосын Ләззат маған квартира алып береді деген жоқ қой. Сіз оны сездіңіз, сол үшін сіздің көзіңізге жас келіп тұр. Міне ниет деген осындай да. Тереңде ол мақсаттардың барлығынан жоғары. Мүмкін өмір бойы жетпейтін шығармыз дегендей да.